Сәлеметсіңдер ме оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз Қобыланды батыр жыры, әйелдер бейнесі. Оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашу. Қобыланды батыр жыры басқа батырлық жырларға қарағанда шоқтығы биік тұрған халықтық шығарма. Эпостың негізгі идеясы еліне қорған, езілгенге қамқор, жауға жалғыз шауып бейбіт өмір орнатуды мұрат тұтқан батыр ұлды дәріптеу. Жыр басқа да батырлық жырлар сияқты бір балаға зар болған 80-ге келген Тоқтарбай мен жары аналықтың Құдайға жалбарыну арқылы өте жылдам өсетін ғажайып ұл Қобыландының дүниеге келуімен басталады. Жастайынан алып күштің иесі болған Қобыланды алғашқы ерлігін Құртқа сұлудың өзіне жар таңдау кезінде өткізген сынағында көрсетеді. Жырда батырдың жары Құртқа бейнесі ақыл парасатқа бай, сезімтал, ерінің айнымас серігі ретінде ашылады. Құртқа баласындай қылып баптаған Тайбурылат, Қобыланның астындағы пырағы да иесін жау қолында қалдырмайтын нағыз досы да болады. Жырдағы Қобыландының ел намысын қорғауға шыққан ерлік сапары, қазақ елінің сол кездегі сыртқы жауы Қызылбастар мен олардың шапқыншылық жасаған ханы Қазанға қарсы күресінен басталады. Қобыланды батыр шын мәнінде қайталанбас эпостық образ деңгейіне жеткен тарихи тұлға. Жырдың кейбір үзінділері 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап баспа бетінде жариялана бастады. Жырдың бір нұсқасын 1860 жылдары атақты Марабай ақыннан жазып алған және оның үзіндісін алғаш рет баспа бетіне шығарған көрнекті қазақ ағартушысы Ыбырай Алтынсарин. Оқушылар, бейнероликті тамашалап болсақ, келесі тапсырманы орындаймыз, сұрақтарға нақты әрі толық жауап береміз. Бірінші, Қобыландының әкесі мен анасының есімі кім? Екінші, жырдағы естеміс деген кейіпкер кім? Үшінші, Қызылбас елінің қанының аты кім? Төртінші, Құртқаның батырларға қойған шарты қандай? Бесінші, Қыпшақтардың жайлауы қайда орналасқан? Алтыншы, Қыпшақтардың қыстауы қайда орналасқан? Жетінші, Қызылбас елі қазіргі қай ел? Сұрақтарға толық жауап берсек, енді оқу тапсырмасына құлақ түрейік. Тайбурылдың тууы, өсуі, Қобыланды мен Қараман батырдың Қазанға қарсы жорығы, Қобыланды батырдың жорыққа аттануы бөлімдерін оқи отырып, әйел кейіпкерлердің бейнесіне сипаттама беріңіз.